Қарындас, сізден бастаймыз. Сатып алдыңыз ба, тіктірдіңіз ба? Өзім тіктім. Өйтсеңіз. Матасына қанша кетті? 20 мың теңге. Вот, 20 мың теңгеге әдемі көйлек шығарған, шапалақ ұрып қойдыңыз. Молодец. Бағасы қанша болды примерно сумма? Шынымды айтайын ба, жоқ қосып. Құдай сақтасын, шыныңызды айтыңызшы. 35. 35. Мына жақтан обязательно асу керек те. Молодец. Қанша болды бағасы? 48. 48. Жай. Обязательно асу керек те. Бағасы қанша болды? 58. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қол соғып. Бара-бара өсті, молодцы. Мен ойлаймын, төртеуіңді көйлек әдемі. Бірақ енді гран-при бас жүлде мына кісінікі деп ойлаймын, өте ерекше. Екінші акті міне 20 мың теңгеге экономистне тіктіріп аласыздар. Супер, шапалақ. Ортада инабатты ибалы келініміз балым қабылдадыңыз. Ойбай, балым келін тамаққа тойып аласыз ба? Қандай ән? Міне, қазақтың есімен мақтанады. Қазынасымен. Қазынасымен дейді. Қазынамыз бай, Құдайға шүкір. Қымызымен, кредитімен дейді. Қайсы? Қазақ пейілімен. Қазақ пейілімен мақтанады. Бір шапалақ ұрып қоймайсыздар ма, қол соғып. Шынымен де қазақтың пейілі өте екен. Пейіліңіз танылмасын. Болды ма?